Қазақстанның халық жазушысы Мариям Хакімжанова 20 ғасырдағы әдебиет пен мәдениетіміздің белгілі қайраткері. Өмірден жастай өткен талантты Шолпан Иманбаевадан кейін поэзияда қыздардың жалғыз өкілі болды. Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және басқа да алыптардың шапағатына бөлене жүріп, өлең әлеміндегі өз жолын айқындады. Тұтастай бір ғасырдың қуанышын да, қайғысын да басынан өткізіп, өз заманының мүддесін, мұң-мұқтажын жырлады. Керуен басы Қостанай. Қасқайып топтан озған Қостанайым, атыңды аузымнан тастамаймын, керуенін миллиардтардың тастап шыққан, мен неге табысыңды қостамаймын? Мен неге қуанбаймын, шаттанбаймын, мен неге туған жерге мақтанбаймын, қызымын Қостанайдың қос қанатты, мен неге жыр асылын ақтармаймын, мен неге өз еліме үн қоспаймын, мен неге шашуына жыр қоспаймын, аялап Қостанайдың ақ бидайын, аймалап кезек-кезек уыстаймын, даңқы дәннің жерім, мәңгі жерім, атыңнан айналайын туған елім, құйылса заводтарда болат болып, дән болып, жерден өңді маңдай терім. Сендерсің өргөрлеткен қадамымды, сендерсің жоғаратқан қаламымды, сендерсің ракетаға қанат беріп, орнатқан айға апарып жалауымды. Кім білген? Қиындық көрмей өмірден, өмірдің құнын кім білген, махаббат таппай көңілден, көңілдің құнын кім білген, тегеурін таппай темірден, темірдің құнын кім білген, қызуын таппай көмірден, көмірдің құнын кім білген. Қайғылы болып қамықпай, шаттықтың құнын кім білген, ашығып аңсат арықпай, тоқтықтың құнын кім білген. Жоқты көріп жұтамай, бардың құнын кім білген, жесірлік көріп жыламай, жардың құнын кім білген. Бастың зарын тартпаса, баланың құнын кім білген, қайраттың кеміп қартаймай, жастықтың құнын кім білген. Жауыздықты тойтармай, қаруын қарсы қайтармай, достықтың құнын кім білген. Отаным деп оттанбай, отан үшін аттанбай, ойран салмай жауына, ортақ болмай дауына, отанның құнын кім білген. Қазақстанның халық жазушысы Мариям апа Хакімжанова 20 ғасырмен бірге жасады. Биағаны көрген, өнер қуып соңына ерген, Ғабит, Сәбит сынды алыптармен қатар жүрген, Сырбай, Ғафу, Қайнеки, Жайсаңбек, Ғаппас секілді інілерінің мезгілсіз қазасына қатты қайғырған ақын ана 89 жасында мәңгілік сапарына аттаныпты. Ішермін тағы келіп тобыл суын, кезермін сейіл құрып қалың нуын деп армандаған ақын 90 жасын туған жерінде тойлай алмай көз жұмса да, оның жыр жанары мәңгі жарқырап тұр. Өйткені халық тілегін көре білген, ел мұңын жырлай білген қаламгердің жыр жанарының жұмылуы мүмкін емес.